Бүгін Сарыөзек гарнизонында ерекше күн. Әдетте саптық алаңдағы қатаң тәртіп пен пәрмен даусына үйренген әскери бөлім сарбаздары бұл жолы сапқа концерт тамашалау үшін жиналды. Демалыс күніне орай ұйымдастырылған концерттік бағдарлама жауынгерлерге рухани серпіліс сыйлауды мақсат еткен мерекелік шара. Сахна төрінде патриоттық әндер шырқалып, жас сарбаздар би билеп, көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. Әсіресе отан, ерлік, батырлық туралы әндер сарбаздардың жігерін жанып, елге деген сүйіспеншілігін одан әрі арттыра түскендей. Қол соғып, бірге қосылып ән айтқан сарбаздардың жүзінен бүгінгі кештің әсерін анық аңғаруға болады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай мәдени іс-шаралар әскери қызметкерлердің моральдық, психологиялық ахуалын нығайтып, ұжымдық рухты күшейтуге ықпал етеді. Расында да бір сәтке қару мен қатаң тәртіпті ұмытып, өнердің құдіретімен тыныстау сарбаздарға ерекше күш сыйлайды. Бүгінгі концерт Сарыөзек гарнизоны сарбаздары үшін тек демалыс емес, рухты көтеретін, жігерді жанитын жарқын сәт болды. Әскер өмірінің қатаң тәртібімен қатар, осындай шуақты кеште жауынгерлердің жүрегіне жылу ұялатып, ел қорғаны болуға деген сенімін бекемдей түседі.